Так, саламатсыздар оқушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ауа және экология. Жалпы ауа ол тірі организмдердің өмір сүруіне қажетті ең маңызды табиғи ресурс. Ол азот, оттек және басқа да газдардан тұрады. Адамдар мен жануарлар тыныс алу үшін ауадағы оттекті пайдаланады, ал өсімдіктер фотосинтез кезінде көмірқышқыл газын сіңіріп, оттекті бөліп шығарады. Экология дегеніміз тірі организмдер мен олардың қоршаған ортамен қарым-қатынасты зерттейтін ғылым. Біздің осы тақырыпта осы экологияның ластауына, ауа ластауына жайлы айтатын боламыз. Біздің қазіргі осы жер ғаламшарының маңызды проблемаларының бірі ол ауаның ластануы. Оған көптеген факторлар себеп болады. Ауа ластануы қоршаған ортадағы ең өзекті экологиялық мәселелердің бірі. Ол бізде ауа шаруашылық ластанудан бастап, осы қаладағы өнеркәсіптік ластануларды да қамтиды. Ауа ластануы атмосфераға әртүрлі зиянды газдардың, шаңдардың, түтін, газ, химиялық түрлі қосылыстардың түсуі нәтижесінде пайда болады. Бұл заттар адам денсаулығына, жануарлар мен өсімдіктерге, сондай-ақ бүкіл табиғатқа, табиғи тепе-теңдікке кері әсер етеді. Ауаны ластайтын негізгі көздерге зауыттар мен фабрикалар, көліктер, жылу электростанцияларда, тұрмыстық қоқыстар жатады. Сонымен қатар ауа шаруашылығында қолданылатын тыңайтқыштар мен пестицидтер де ауаға улы зиянды заттарды бөледі. Мысалы, бізде көріп жатқан жердегі мұнайдың өндірілуі, өнеркәсіптік жанама өнімдерді алу, радиоактивті қалдықтар, оның барлығы өнеркәсіптің жұмыс жасап тұрғаны, оның барлығы ауаға өте кері әсерін тигізетін себептер болып табылады. Жалпы ауа ластануының салдары өте қауіпті болуы мүмкін. Өйткені адамдар арасында тыныс алу аурулары, астма, жүрек аурулары жиілеп кетеді. Қышқылды жаңбырлар топырақ пен су ресурстарына зиян келтіреді. Сонымен қатар жылыну процесі күшейіп, климат өзгерісіне әкеледі. Мына жердегі қарқынды мал шаруашылығы және де қарқынды ауыл шаруашылықтары да, яғни оларда бізде ауаға зиян тигізеді. Сонымен қатар ауаға өте үлкен көмірқышқыл газы, көміртек тотығы сияқты, күкірт диоксиді сияқты улы газдарды бөлетін ол ормандардың өртенуі болып табылады. Осы ормандардың өртенуінен де түтінді осы ауаға өте үлкен зиянды туғызады. Жалпы осы мәселелерді шешу үшін сендерге мынандай ұсыныстарды айтқым келеді. Ол автомобильді аз пайдалану, қалдықтарды өртеудің орнына оларды реттеу немесе қайта өңдеу. Дизельді моторлардың орнына қазір жаңадан шығып жатқан электромоторларды немесе электр автомобильдерді қолдану. Сонымен қатар энергия үнемдегіш үйлерде осы ұсыныстардың қатарына жатады. Сонымен қатар көмір электростанциясының орнына жаңартылған энергияларды қолдану, аз химикаттар қолдану және табиғи өнімдерді пайдалану осы біздің ауа ластануына кедергі келтіреді және оны ауаны таза сақтауға бізге көмектеседі.